18 маусым Әзірбайжанда адам құқығы күні. Әзірбайжан президенті Ильхам Әлиевтің 2007 жылғы маусымның 18-дегі қаулысына сәйкес жыл сайын атап өтеді. Есте қалар оқиғаларға келер болсақ, 2006 жылы егеменді еліміздің байланыс және хабар таратуға арналған Казсат деп аталатын тұңғыш геостационарлық жер серігі жоспарланған таңғы сағат 4:44 минутта Байқоңыр айлағынан ғарышқа ұшырылды. 2009 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы жарлыққа қол қойды. Есімдерге келер болсақ, 1905 жылы кеңес шығыстанушысы, филология ғылымдарының докторы, профессор, Тәжік КСР ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Тәжік КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Иосиф Брагинский дүниеге келді. 1908 жылы физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Николай Добратин дүниеге келді. 1911 жылы Кеңес одағының батыры Петр Литвинов дүниеге келді. Көкшетау облысы Володар ауданында туған. Днепр өзені жағалауында болған ұрыста асқан ерлік көрсетіп, жау шабуылына бірнеше мәрте тойтарыс берген. Ленин Қызыл жұлдыз орденімен, медальдермен марапатталған. 1921 жылы филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Ғұбайдолла Айдаров дүниеге келді. Ұлы Отан соғысына қатысқан. 1944-1959 жылдары мұғалім, орта мектеп директорының орынбасары, директоры. 1959 жылдан Қазақстан ғылым академиясы тіл білімі институтында кіші аға ғылыми қызметкері ретінде жұмыс істеген. 1935 жылы кеңестік ресейлік театр және өнер кино актері, педагог, қоғам қайраткері Юрий Соломин дүниеге келді. 1942 жылы Оңтүстік Африка Республикасының 1999-2008 жылдардағы президенті Табом Беки дүниеге келді. 1949 жылы Польша президенті, құқық және әділеттілік партиясы көшбасшыларының бірі Александр Качинский дүниеге келді. 1955 жылы Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының судьясы Раушан Нұртай дүниеге келді. Көкшетау қаласында туған. Қарағанды мемлекеттік университетінің заң факультетін бітірген құқықтанушы. 2005 жылдан бері Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының судьясы, Қазақстан Конституциясына 10 жыл, Астананың 10 жылдығы мерейтой медальдармен марапатталған. 1957 жылы Қазақстан Республикасы Білім ғылым министрлігі ғылым комитеті информатика және басқару проблемалары институтының директоры Мақсат Қалимолдаев дүниеге келді. Алматы облысы Райымбек ауданының Текес ауылында туған. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің механика және қолданбалы математика факультетін бітірген. Мамандығы қолданбалы математика, физика-математика ғылымдарының кандидаты, доктор.